Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте нәзік, жұмсақ, исаңқыған асқабақ пирогын жасаймыз. Оған қажет заттар: асқабақ, ванилин, тұз, қопсытқыш, жұмыртқа, май, қант, ұн. Енді біз құрғақ заттарымызды араластырып алайық. Бірінші ұнға ванилин саламыз. Ванилин 1 қасық. Қопсытқыш, кішкене ғана тұз, шым-шым. Енді бәрін араластырамыз. Құрғақ заттарды шетке қоя тұрамыз. Енді біз сұйық заттарды араластырып аламыз. Біз бірінші жұмыртқаны жарып аламыз. Енді үстінен қантымызды қосамыз. Үстінен сұйық майымызды қосамыз. Араластырып аламыз. Енді үстінен асқабағымызды қосамыз. Араластырып аламыз. Достар, енді біз екі массамызды біріктіреміз. Мен ұнның жартысын қосамын. Енді араластырып аламын. Біз ұнымызды електен өткізіп алдық. Сіздердің електен өткізгендеріңіз маңызды. Енді қалған ұнымызды қосамыз. Мінекей достар, бізден андай қою масса шықты. Енді біз оны майланып тұрған ыдысқа саламыз. Менің ыдысымның диаметрі 22 сантиметр. Біз құйып алдық. Енді біз оны 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. Қалай көтерілгенін қараңыздар. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де осы пирог туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.